Şos özünün tarihinde şos bir şeşim çıkargan yok. Orundalатын şeşimdi çıkarıp көрген жоқ. Ол жай кездесіп, кімнің қандай көзқарасы болғанын енді кішкене барлау. Путин барлау жасады. Енді Синьцзипин өзінің қазақ еліне өте сүйіспеншілігін көрсетті. Неден Қытайдан үлкен не алып келді, бір қағаз алып келді. Сонда 2000 жыл бұрын Қытай елшісі он патшаларына келіпті жерге не құруға, елшілік құруға. Сонда ол қағаздың дәлелі түріктердің мемлекеті болған екен сонда. Мемлекет сонда болған, соны алыстан, мың шақырымдан, Гобиден, нелерден өтіп, қазақтың еліне келген елшісі сол қағаздың несін сыйлыққа берді біздің президентке. Ол енді Қытайдың несімен ол көрсеткені, біз сендерді енді өте биік орында ұстап тұрмыз сендерді. Қазақтың жерін десегенде сонда. Ешқандай қатты сөз айтқан жоқ, күш көрсетеміз қазақтың елін дейсеңіз. Бірақ мынандай документ, ол Путинге аузына бір түкіріп болғандай ол айтты ғой, қазақтың елінде қазақта ешқашан не болмаған, мемлекеті болмаған емес деп. Ал қағаз алып келді. 2000 жыл бұрын сол елшісі, Қытайдың елшісі, сол грамотасы алып келді соның. Дәлел. Оны бұзатын ешқандай не жоқ оларда. Шыннан болған екен, император елшісін жіберген гундарға елшіні құруға. Сонда қағаз әкелді. Ол енді Европалар оншаны түсінбейді ондай жолдарды. Ал шығыстың адамдары ол ашықтан ашық деген ол түріктердің мемлекеті болған екен, солармен үлкен қатынас болған екен Қытайдың деген. Бітті соныменен де. Сөздер аяқталды. Сондай бір оқиға болған 73 жылда Азия Африканың болды ғой жерде конференциясы. Сонда өзбектер шулап Аль-Фараби. Ол өзбектің ғалымы, ұлты өзбек, сөйтіп у шығарды, өзіні қосып алуға дайын болды. Бізді келгенде сонда сол конференцияға Пакистаннан ғалым бір үлкен қағаз алып келді. Соны ұзындығы 1,5 метр ұзындығы. Оралып, сонда терден жасалған ескі қабыры бар, сонда ішінде. Сонда бір несі бар, абзасы бар. Сонда бір оқиғада ғалымның сөздері аты Аль-Фараби деген сөз шықты, сол адамның аты Абу Насыр Аль-Фараби деген. Сол жерде соны біздің ғалымдарымыз соны конференцияда соны жариялап, Афараб деген иран тілінен ол отырардың атағы. Сөйтіп сол ғалым отырардың азаматы болды екен, ал отырардың азаматы болғаны екен, ол біздің жеріміз, өмір бақи. Ташкентте ол уақытта соғдылар жақында жойған жоқ. Соғдылардың несі орталығы ол Фаргана, Бұхара, Самарқан, Хиуа. Үлкен орталықтары. Ферғанаға да жеткен жоқ оларда. Ферғанада бұрын қыпшықтар тұратын, қалың көп тұратын. Сөйтіп, сол қағаздың несінде енді дәлел, үште дәлел болды, сөзген өзбектер қоқаңдаған қойды оның. Олар сөзген қоқаңдайтын. Біздің жалантоз батырымыз аяғында қағаздардың бәрін көтерілгенде, ол кіші жүздің 4 қарадан руының несі өкілі екен. Жай батыр, ешқандай атағы жоқ. Бек емес, ханда емес. Жай батыр өзінің батырдығымен
өзінің ақылымен сол Самарқанды басып алып 40 жылдай соны басқарды. Вот сондай қызықтар болды сол саммиттер. Нағыз үлкен оқиға сол президент Қытайдың президенті Си Цзиньпин бізге өзінің сыйлықтарын алып келген. Ол дипломатияның тілінде ол енді жариялау. Түріктердің өзінің 2000 жыл бұрын үлкен, өте күшті мемлекеті болған, сол мемлекетпен елшілік құрылған Қытайдың империясымен, бүткіл сонымен. Бұл жылау анауыны енді сонымен аяқталады. Ол Қытайша өте күшті, өте жақсы әкелген нәрсе енді. Қазақ еліне, біздің елімізде жақсы хабар деген. Сөйтіп, қазақтардың, түріктердің мемлекет болмаған деген сол қағазбен сонымен бітеді. Бітті сонымен. Оның несі енді, мемлекеті бар елге, Қытайдың елінің досының еліне, тіл тигізуге болмай тұрыстардың. Қайта тиісе береді ғой, қазақтың жері, Толстой деген бір сұмырай бар, армяндар бар, Кеосаян, анау тағында бір тұштандаған армянның қатына қайта қазаққа тиісе береді. Сөйтіп, сонымен аяқталды. Соның үлкен уышуы қазақ елі туралы. Басқа ешқандай шешім былай. Бірдемеге жеткізетін, анау былай, мынау былай, ананы тоқтатамыз, соғысты тоқтатамыз деген ешқандай жол шыққан жоқ. Мен қарап тұрмын, сол қанша жыл шоштым, бір орындалған шешімі жоқ. Бір орындалған, өзімен басқаларға қазақ еліне бір тиым пайда сол шоштан келгенін түкте жоқ. Жай не сияқты, Совет өкіметінің съездерінің шешімдері сияқты орындалмайтын. Вот сондай. Мына Қытайдың, Ресейдің зауыты салынады деген нелер одан зиян келуі мүмкін бе? Келіссөздер нелер соңында? Жоқ. Ешқандай енді бұлай күшті бір жария шешім сөз көрсеткен жоқ. Көрсеткен олар енді тусовка дейді. Сол президенттер жиналып, қозғаласын, бәрінде пікірін, нелерін шешіп, өзінің араласындағы қандай болып жатқанын бәрін сонда дәлелдеп, оны түсінікті. Ана жақта өзбектер отыр, ана жақта таджиктер отыр, талептер кіре ме жоқ па деп соғыс бастауға. Ана жақтарда орыс, белорус кірді енді шосқа. 10-ші өкіл болып Белорусың сол шешімі. Белорус кірді, бірақ одан сөз не байыған да жоқ, не тозған да жоқ. Белорустар өз қолын созып отыр Россия мен Қытайға екеуді. Бізге бүгін қолдарын созып отырайды. Бәрі нелерден айырылды олар көмектен деп. Бізге Россияда қазір нағыз күшті удар берді Америка, соққа. Ол бәр Россиядегі доллар пайдалануға тиым салынды. Сонымен бітті бәр бұрынғы Совет өкіметінде обменниктерде нелерде енді доллар жоқ. Россиядан доллар шығару тиым салынған. Сонда Россия енді өзіне технология заттарды нелерді көбісі доллар емес басқа валютамен алатын болады. Мүмкін Қытайдың юанимен өзінің ақшасына құны жоқ қазір. Қазір бүгін күнде бұрын болады қазір. Ол шешім шығарғанның орнында. Сонда бір рубльге, бір долларға бұрын 50 не болатын рубль. Ал онда бұл бір долларға 80 рубль бағасы соған өсті. Ал қазір енді оның бағасы да жоқ. Россияда доллар жоқ. Россия мен доллар банктердің жерінегі доллармен жұмыс істеу
tiyim salındı Amerika'nın banklarından. Bitti sonымен. Sonымен bitti. Orsun ekonomikası sonымен bitti. O kişine kütü gerek. Sonday okuyorlar. Bulaşa bu şimdi. Bula karıp gördüm onların. Sözlerine oturup karıp. Ne siyez? Bunun Sovyet siyezi. Sol. Tabi köbüsü sonda sorsam neyse ökülleri köbüsü sol Sovyet hükümetinin adamları verdi. Россия, Казахстан, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, hepimde tağına, Belarus'unda. Ya. Sonda yes, onun orada seni söküldüler bunu saydım. İran men, India men İran oldu sonunda. Sol adetimin, sonun adetimin söylesi, doklad jasap, sütüp ayakta aldı. Şu köp, iş çok.